Баклажанды икра істеуде көрсететін боламын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеом шыққан кезде бірінші көру үшін баклажанды жуып, осылай салып қойдым. Сәбізді, болгарскийді, помидорды, пиязды, чеснок, ашына дайындап болғаннан кейін баклажанымызды алып, осындай көбіктеп, төрт-бүріштеп турайтын боламыз. Ыдысымызға салып, су құятын боламыз толтырып, и тұзымызды салып қоймыз, бату керек. Мясорубкамен помидорымызды да өткіземіз, болгарскийімізді де өткіземіз. Міне дәм тұрып қойдым. Помидорды өткіздік, сәбізді төрт-бүріштеп турадық, болгарскийді өткізіп, пияз ашып дайындап қойғанбыз. Қызып тұрған майымызды, пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Одан кейін помидорымызды саламыз. Сәбізімізді салып, тұзымызды салатын боламыз. Тұзымыз қайнап жатыр. Қайнағаннан кейін бетіндегі шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Осылай бұрқытпен чесногымызды саламыз. Тұрған қызыл әшімізді саламыз. Араластырып, болгарскийімізді де салып аламыз. Тұзды суға салып қойған баклажанымызды алып, осылай суын құятын боламыз. Көріңізбен қара су шықты, 3 рет жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін баклажанымызды алып, осылай қазанымызға саламыз, сығып. Тұзы кету керек, әшісі кету керек. Сонымен қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, кориандрымызды да салып аламыз. Араластырып, бұрқытып қайнатып алғаннан кейін лавровый листімізді саламыз. Банкымызды булап алған соң крышкамызды де 15 минут істеп алған кейін банкымызды құя бастаймыз. Мен осылай жауамын закрывашкамен. До конца 3 рет апарамын. Солай жауамын. Қараңыздар. Өте оңай салат. Дайындап көруге кеңес беремін. Жылы күйінше одеялға орап қойдым. Осылай жылы күйінше 3 күннен кейін алдым. Суығаннан кейін. Ас болсын. Парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп алсаңыздар болады.